Так, бастайық. Бірінші сұрақ. Егер екі түзу 90 градус бұрыш жасап қиылса, онда олар перпендикуляр түзулер деп аталады. Дұрыс па? Айта қой Айсұлу? Дұрыс. Дұрыс. Тексерейік. Жауабың дұрыс екен. Жарайсың. Келесі. Параллель түзулер міндетті түрде бір нүктеде қиылысады. Айта қой Томирис? Дұрыс. Бұрыс. Дұрыс емес, иә? Бізде параллель түзулер қиылса ма? Жоқ. Тексерейік. Жауабың дұрыс екен. Жарайсың. Келесі. Бір түзуге перпендикуляр екі түзу өзара параллель болады. Айта қой Айжан? Дұрыс. Дұрыс. Тексерейік. Жарайсың. Так, келесі сұрақ. Екі кесінді бір түзудің бойында жатса, олар міндетті түрде параллель болады. Кім жауап береді? Үшінші топ. Кім жауап береді? Айта қой Әшер. Дұрыс дейді. Тексерейік. Жарайсың, жауабың дұрыс. Келесі. Перпендикуляр кесінділер тік көлденең және тік бағытта орналасады. Айта қой Әшер. Дұрыс. Дұрыс. Дұрыс дейді. Жауабың қате. Жарайсыздар балалар. Бір сұраққа қате жауап берді. Қалған сұрақтарымыздың барлығы дұрыс болды, иә? Қазір сабағымызды бастамас бұрын топтар арасында топ басшыларын сайлаңыздар. Бірінші топта топ басшысы тобындағы оқушылардың атын жазып, Айжан сен боласың ба? Әр тапсырма сайын бағалап отырасың, иә ма? Екінші топ сіздерге де қатысты. Кім топ басшысы? Келесің ба? Мағалау. Тобындағы оқушылардың аты жөнін жаз. Қазір тапсырмаларға қалай қатысады, соған байланысты бағалайсың. Жақсы ма? Ең соңындағы бағаларыңыз бүгінгі сабақтың бағасы болады. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты координаталық жазықтық ұғымын меңгереміз. Координаталық жазықтықтың элементтерін атай аламыз. Тік бұрыш жасап қиылысуы. Екі түзу берілген, сол екі түзу тік бұрыш жасап қиылысыпты. Сол бізде координаталық жазықтық деп аталады. Сіздер координаталық түзу деген ұғыммен таныссыздар, иә? Ол жерде бізде санақ басы қандай саннан басталады? 0-ден басталады. Яғни бізде координаталық түзуде координаталық жазықтықтары дәл солай. Санақ басы 0-ден басталады. Мына көлденең жатқан түзудің бойында оң жағында оң сандар, сол жағында теріс сандар орналасады. Ал мына төмен жатқан түзуде жоғарғы бөлігінде оң сандар, ал төменгі бөлігінде теріс сандар орналасады. Жарайсыздар. Енді қазір видеоға назар аударайық. Сәлем достар, мына көлденең жатқан сызық мен, X осы, мені кейде абсцисса осы деп те атайды. Мен солға және оңға бағытталғанмын. Егер нүкте менің бойыммен жылжыса, сендер оның солға немесе оңға қанша қашықтыққа барғанын көре аласыңдар. Математика әлемінде мен өте маңыздымын. Ал сәлем балалар, мына тік тұрған сызық мен. Игру осы, мені ордината осы деп атайды. Мен жоғары және төмен бағытталғанмын. Егер нүкте менің бойымда тұрса, сендер оның жоғары немесе төмен қанша орналасқанын анықтай аласыңдар. X осымен бірге біз координаталық жазықтық құрамыз. Сонда біздегі X өсі не деп аталады екен? Абсцисса Абсцисса өсі деп аталады. Ал Y қойса
біздегі оң сандар барлық бірлік кесіндіге бөлінген нүктелерімізде тұрады, иә? Енді қараңыздар, біздегі екі түзуіміз 10 нүктесінде қиылысқан, иә? 10 нүктесі бізде санақтың басы деп аталады. Оның координатасы 0-ге тең. Біздегі кез келген А нүктесінің координатасы балалар X және Y-ге тең болады. X деп отырғанымыз кез келген сан, ол мына біздің абсцисса осінде жатқан. Келесі Y осіндегі санымыз біздегі екінші тұрады. Координаты. Жақсы. Енді біздің мына екі түзуіміз жазықтықты неше бөлікке бөліп тұр? 4 бөлікке бөліп тұр. Дұрыс айтасыздар. Осы 4 бөлік бізде сағат тіліне қарсы бағытта 4 ширекке бөлінеді. Бірінші ширегіміз мына жерде бізде екінші ширек, үшінші ширек және төртінші ширек. Сәйкесінше осы ширекте жатқан нүктелердің бізде таңбалары. Бірінші ширекте бізде X осінде оң сандар болады, Y осінде теріс сандар болады. Екінші ширекте X осінде теріс сандар, ал Y осінде оң сандар. Неге теріс? Оң сандар тұрға жоғарғы бөлігінде. Үшінші ширекте қарай X осінде қандай сандар? Теріс, Y осінде теріс сандар орналасқан. Төртінші ширекте X осінде оң сандар, Y осінде теріс сандар орналасқан. Жақсы. Бұл біздегі ширектердің таңбалары, иә? Біздегі сандарымыз қандай сандар таңбалары? Оң сандар болып тұр, иә? Сандарымыз оң сандар. Ол нешінші ширекте жатады? Бірінші ширекте жатады. X осінде нешеге тең? 3-ге тең. Y осінде 4-ге тең. Осы нүктелерден біз параллель түзулер жүргіземіз қазір. Қараңыздар. 3 деген нүктемізден мына Y осіне параллель үзік сызық жүргізейік. 4 деген нүктемізден мына X осіне параллель үзік жүргіземіз. Осы екі түзудің қиылысқан нүктесі біздегі табуымыз керек бұл нүктесі болады. Міне, координаталық жазықтықта нүктелерді осылай белгілейміз. Ал енді координаталық жазықтықта мына жерде С нүктесі берілсін. Осы С нүктесінің координатасын қалай анықтаймыз? Яғни біз X осінде және Y осінде қандай сандарда тұр? Соны анықтауымыз керек. С нүктесінің координатасы X осінде нешеге тең бізде бар ма? X осінде -2 деген қай ширек ось деп тұр? Үшінші ось. Y осінде ма? X осінде тұр ма? -2 Y деп тұр. Ал X осінде бізде сан бар ма? Жоқ. Онда ол бізде 0 деген сөз. X осінде 0-ге тең, ал Y осінде -2-ге тең. -2-ге тең. Міне, нүктенің координатасын осылай анықтайды екенбіз, иә? Барлығымыз бірге орындаймыз, иә? Координаталық түзу берілген жазықтық, сол жазықтықта нүктелерді белгілейміз. Қараңыздар, мына нүктелерді мына координаталық жазықтықта белгілейміз, ема? Шыққан нүктелерді бізде балалар түзу сызықпен қосуымыз керек міндетті түрде, ема? Әлше қара суретті топқа түсіріп сіздерден бізге дискриптор берілген, ема? Бірінші топтың координатасында ненің суреті шыққан? Есік, терезе жақсы, барлығы дұрыс. Позитив X деген әріп шықты, иә? Басқа топқа көрсетеміз, үшінші топ қараймыз.
барысында біздер мына тапсырмаларды орындайық. Әр топтан, бір оқушыдан шығарамын, мына нүктелерді табуымыз керек координаталы жазықтықта, Жансая келе ғой, бірінші X мына топтан. Қай нүктені таба аласың? Координаталар басы. Дұрыс. Келесі, Жансая келе ғой. Тақта шыққан оқушыларға бірауға қойып отырамыз. Апай, бірінші топтан келе қойыңыз. Екінші топтан Әлшер келе қойыңыз. Перизат келе қойыңыз. Жақсы. Келе қоймай сен. Жақсы. Айжан келе қойыңыз. Жақсы балалар, жарайсыздар. Астында қате бар. Дұрыстап қара. Сынып тесін дұрыстай қылмады.
тоқтаңыз. Алмат карандашпен жұмыс жасаймыз. Координаталар жүйесі жазықтықты неше бөлікке бөледі? Бөлікке бөледі дейді. Дұрыс. Келесі. Кесінің координатасы 3 және -6. Қай шеректе орналасқан? Екінші шеректе? Қате жауап берді? Екінші топ. Тесінің координатасы -4 және 3. Қай шеректе? Ой, екі сөзі. Тиста деп аталады. Ой, егер көзі. Жақсы балалар. Сұрағым бар. Мүлдем түсінбесе, түсінбедім деген ұяшықтарды басады. Бірінші топтан бастап келіңіздер. Бас. Тез басамыз. Түсіндім. Барлығымыз Түсіндім. ешкім ешқандай сұрағым жоқ. Түсіндім. Екінші топ. Түсіндім. Соны жазыңыздар. Бүгінгі сабақта не түсіндік, соны жазамыз. Оқығызым бар. Жақсы. Айсұлу оқыған. және x80-ді, y80-ді түсіндім. Және бағыт шексіздікке кететін. Жарайсың. Так, үшінші топтан. Аялыз оқыған. Жарайсың. Отырамын. Так, енді балалар дәптерімізге арғы 9 балл. Алған топтарға Сымбат пен Қуанышқа Мәуленге 8 балл. Алмат, сен бүгін 9 шықпады ғой. Тапсырманың барлығы онда жазылған.